Бас бұлшықеттері мускулус капитис деп аталады. Бас бұлшықеттері қызметіне байланысты екі топқа бөлінеді. Омдау бұлшықеттері және шайнау бұлшықеттері. Мына планшетте көріп тұрғаныңыз бұл омдау бұлшықеттері. Омдау бұлшықеттерін айта кететін болсақ, бас сүйек үсті бұлшықеті мускулус эпикраниус, тәкаппар бұлшықеті мускулус процерус, көздің дөңгелек бұлшықеті мускулус арбикулярис окули, мұрын бұлшықеті мускулус насалис, ауыздың дөңгелек бұлшықеті мускулус арбикулярис орис, жоғарғы ерінді көтеретін бұлшықет мускулус леватор лаби супериор, төменгі ерінді түсіретін бұлшықет мускулус депрессор лаби инфериор, езуді жоғары көтеретін бұлшықет мускулус леватор ангули орис, езуді төмен түсіретін бұлшықет мускулус депрессор ангули орис, беттің кіші бұлшықеті мускулус зигоматикум минор, беттің үлкен бұлшықеті мускулус зигоматикум майор, орт бұлшықеті, екі бұлшықеттің ортасындағы мускулус букцинатор, сосын келесі бізде иек бұлшықеті мускулус менталис, сосын рудименттік болып табылатын күлкі бұлшықеті мускулус рисориус.